Ресейді 12 сағатта қорғап қалған қазақтар. Қалай? Қызық па? Егерде қызық болса, лүпіл басып, астына ойларыңызбен бөлісіп, бізді демеп жіберсеңіздер, ары қарай бұдан да қызық тақырыптар қозғайтынымызға сенімдімін. Жауынгер қазақ тек өз жерін қорғап қалумен тарихта қалған жоқ. Сонымен қоса көршілес жатқан Ресейді де аман алып қалған. 1812 жылғы француз императоры Наполеон Бонапарт 600 мың әскермен Ресейді жаулап алмақ ниетпен шабуылын бастап жібереді. Қанды шайқасқа дайындалып келе жатқан Наполеон Мәскеуді алу қиынға соғады деген күдікпен келе жатады. Сол түні француз әскерінің келе жатқанын естіген генерал Кутузов Мәскеуді бір-ақ түнде тастап кетіп қалады. Ресейдің астанасын беріп қойған соң Николай деген патшалары не істерлерін білмей қазақ хандарының көмегіне мұқтаж болады. Ешкімнің көңілін қалдырмаған қазақ зиян келтірген орыстардың басқыншылық саясатына қарамастан 92 мың атты әскерін Ресейді азат ету үшін шайқасқа аттандырады. Осы соғыста 12 сағаттың ішінде қазақ әскерлері француздардың зеңбіректеріне қарамай тас талқандарын шығарып Парижге дейін басып кіреді. Осындай қазақтың мықтылығын пайдаланған орыстар кеңес өкіметі орнаған соң қазақтың тарихын бұрмалап, бұл соғысқа қазақтардың түкке де қатысы жоқ деп жаза бастады. Тіпті орыстардың өздері қазақтарды жабайы кавалерия деп атаған. Қазақтың сол соғыста бой көтеріп, қас қаны қалғанша соғысқаны Франция архивтеріндегі құжаттардан шығады. Қазақтар жайында Наполеонның тарихында қызықты оқиға бар екен. Наполеон кішкентай кезінде бір балшыға барып, болашағын айтып беруін өтініпті. Сонда балшы, сенің өлімің жылқы етін жейтіндерден болады деген екен. Наполеон оның сөзін қыстырмай, қолын бір сілтеп кетіп қалады. Кейіннен Наполеон өз әскеріне үндеуінен Францияға жылқы етін жейтіндерден қауіптенеді деген екен. Шында да бірінші болып қазақтар Парижге басып кірді. Сол соғыста болған қазақтар жайында орыстардың поэті генерал-лейтенант партизан Денис Давыдов: «Росту они невысокого, сухощавые, цвету лица бронзового, волосу черного, как крыло ворона, взора орлиного, характер ярый, запыльчивый и неукротимый, предприимчивости беспредельной, вести и решимости мгновенных, одетые в национальные боевые костюмы, вооруженные пиками, луками, саблями, фитильными ружьями, казахи одни из первых пришли на помощь русской армии. Своим необычным для европейцев внешним видом они наводили панический ужас на французских солдат» дегені тарихта қалған, кейіннен жойылған. Франциядағы архивтен тағы бір таң қалдырған құжат. Бородино соғысындағы генерал: «Бізге қарсы шапқандар орыстар емес, бұлар құдды бір кентавр секілді, аттарының қанаты бар секілді, зеңбірегімізге қарамай ұшып келген тәрізді. Ат үстінде еркін шауып келе жатып, садақтарымен дәл тигізіп, қылыштарымен сермегенде жапырып тастап келеді. Орыстар мынадай баскесерлерді әдейі ұстап отырған» деген екен. Мәскеуден үміттерін үзген Кутузов әскерлері қазақтардың француздарды жапырып жатқандарын көріп, қайта рух жинап қарсы шабады. Француздар әлі күнге дейін Бородино шайқасында болған қазақтарды таңдайларын қағай еске алады. Қарап отырсаңыз, біз білмейтін қазақта қаншама рух, өжеттілік жатыр. Екінші Екатерина айтпақшы, қазақтар өздерінің кім екендерін білсе, әлемді жаулап алады дегендей, өзіміздің кім болғанымызды және кім екенімізді еске алатын шақ жеткен сияқты. Сол үшін руға бөлінбей, бірлігіміз нық болса, Екатеринаның айтқаны келеді. Егерде біздің роликтеріміз ары қарай дами берсін десеңіз, астына комментарий қалдырып, лүпіл басып, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.